Алматы қаласы әкімінің шешімімен 1993 жылы ақпан айында бұрынғы космонавтар көшесіне алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілген. Ғалым 1937 жылы репрессияға ұшырағанда өзі тұрған мына үйден ұстап әкетілген. Қазір бұл үйде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мұражай орналасқан. Ғимарат 1,5 қабатты және 4 бөлмеден тұрады. 3 бөлме көрме залы болса, біреуінде Ахметтану дәрісханасы орналасқан. Мұражай қорында 500-дей ресми деректі құжаттар, 300-ге жуық мемлекеттік мұрағаттан алынған түпнұсқа құжаттар, 12 жеке суреті, 27 ұжымдық деректі суреттер бар. Аса құнды құжаттың бірі Ахмет Байтұрсынұлының өз қолымен толтырған сауалнамаға жауаптары және ғалымның профессор лауазымы бар екендігі жөніндегі анықтама. Профессор деген лауазыммен жұмыс істеген кездегі еңбегіне қатысты берілген Қызылордаға кетіп бара жатқандағы анықтама. Қалам сауыт, мөр таңба, бұрыштама белгі, сия сауыт секілді заттарды Ахметтің жиені Самат Бектемісов өткізіпті. Сондай-ақ 1926 жылы жазылған мәдениет тарихы кітабының макеті қойылған. Бұл кітап сол кезеңде большевиктік партияның цензурасынан өткен. Мұражайдағы құнды құжаттардың бірі ғалымның жары Бәдрисаның дала губернаторына жолдаған мына жедел хаты. Хаттың мазмұнында ол менің жұбайымның еш жазығы жоқ деп патша ағзамнан рақымшылық сұраған. Осы уақытқа дейін көптеген басылымдарда Ахмет Байтұрсынұлының туған күні қаңтар айының 18-і деп жазылып келді. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағатында ғалымның туған күні мен жылын нақты айғақтайтын құжаттар топтамасы бар. Соның бірі 81-ші қор 1-ші тізбенің 11-12 парақтарында қызметкерлерге арналған сауалнаманың 2-ші сұрағына 1872 жыл 5-ші қыркүйек Торғай тумасы деп жазылған. Әр жылы 5-ші қыркүйекте бұл енді білімнің бастау айы. Бір жағынан, екінші жағынан жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының біздің ағартушымыз, білім саласындағы негізгі ағартушы тұлға болып келетіндіктен, осы бір дүниелерді біз дәстүрге айналдырсақ, және осы өзінің қара шаңырағы болып есептелінетін мұражай үйде сол айда міндетті түрде бір іс-шаралар үнемі ұйымдастырып отырсақ деген сияқты тоқтамға келіп, осыдан 5 жыл бұрын ұлт болмысы журналы өзінің толық бір санын сол кісінің құрметіне арнаған болатын. Ахмет Байтұрсынұлының мұраларын зерттеуге Ырымғали Нұрғали, Рабиға Сыздық сынды ғалымдар үлес қосты. Жалпы 2000-дай ғылыми зерттеу мақала, 40-қа жуық монография, 2004 жылы 6 томдық жарық көрді. Дегенмен құрылғанына ширек ғасырға таяп қалған мұражай көмекке зәру. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт мүддесі үшін жұмыс істеген адам болатын болса, осы біздің мемлекеттік қоғамдық қайраткер деп танитынымыз рас болатын болса, бір кездегі қырғыз атанған қазақты қазақ деген атауын кері қайтарып бергені, қазақтың мемлекеттілігінің негізін салған, осының бәрін жиынтықтай келген кезде Ахмет Байтұрсынұлының Алматы қаласындағы жалғыз тал жәдігер болып табылатын үйді ойланбастан мемлекет қала өзі қаржыландыруға әбден болады. Ғалымның мұраларын жинақтап, жәдігерлермен толықтыру ісі жалғаса бермек. Жазира Зәкірқызы, Мұрат Ынтымақбайұлы, арнайы Таңшолпан үшін.